Адам миы туралы сіз білуіңіз керек 10 қызықты факт. Сәлем, каналға қош келдің. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпа, сен солай каналдың дамуына өз үлесіңді қосатын боласың. Адам миы өте қабілетті әрі дамыған құрылымдардың бірі. Ол туралы мен сіздерге осы видеомда ашып айтайын. Ми туралы қызықты ақпараттардың біріншісі бұл біздің миымызда кездесетін нерв жасушаларының саны. Біздің миымызда кездесетін нерв жасушаларының саны 14 миллиардқа жуық, және олар бір-бірімен өзара арнайы нерв талшықтары арқылы байланысқан. Ми біздің организмімізде болып жатқан барлық процестерге қатысып, әртүрлі өзгерістер кезінде гормондық жүйе арқылы басқарып, одан бөлек осы өзгерістер кезінде дененің қалыпты жұмысын қамтамасыз етіп отыратын күрделі құрылымды орган болып табылады. Екінші қызықты факт бұл адам миының салмағы қанша. Жалпы орта есеппен ересек адамда ми көлемінің массасы 1300 граммды құрайды, және бұл адам массасының бар жоғы 2% ғана құрайды. Соған қарамастан, біздің организмімізде болатын 100% энергияның 20%-ын ми өзіне сіңіріп отырады. Және қосымша ақпарат, миымыздың негізгі қоректік заты бұл глюкоза болып табылады. Сондықтан миға күш түсіру кезінде, яғни ойлау, оқу және шығармашылық жұмыстармен айналысу кезінде міндетті түрде құрамында глюкозасы бар тағамдарды пайдалануды ұсынамын. Глюкозаны пайдалану арқылы сіздің миыңыз одан сайын жақсы жұмыс жасайтын болады. Қызықты факттардың үшіншісі біздің миымызды не қорғайды? Ми адам ағзасындағы ең маңызды мүшелердің бірі болғандықтан, ол міндетті түрде жақсы қорғалған болуы тиіс. Анатомиялық құрылысы бойынша ми бас сүйек қуысында орналасқан және бас сүйектен бөлек 3 ми қабығымен қоршалған. Ми айналасындағы орналасқан кеңістіктер мен қарыншалар миды қосымша қорғауды қамтамасыз ететін арнайы цереброспинальды сұйықтықпен толтырылған. Цереброспиналды сұйықтық қоректік заттарға бай болып келеді. Төртінші факт, мидың қандай бөліктері бар? Миды біз 4 негізгі бөлікке бөліп қарастырамыз. Бірінші, үлкен ми. Екінші, ми бағана. Ми бағанының құрамына ортаңғы ми, сопақша ми және көпірді жатқызамыз. Және үшінші, бұл аралық ми. Аралық мидың құрамына таламус және гипоталамусты жатқызамыз. Және төртінші, бұл мишық. Бесінші факт, осы бөліп қарастырған ми бөліктері қандай қызметтерді атқарады, яғни олардың міндеттері қандай? Үлкен ми салыстырмалы түрде басқа ми бөліктеріне қарағанда жоғарғы дәрежеде дамыған. Соған байланысты ол қозғалыс, сөйлесу, есте сақтау, логикалық ойлау деген секілді жоғарғы функциялардың орталығы болып табылады. Кейбір эмоцияларды реттеуге де қатысады. Үлкен миды екі жарты шарға бөліп қарастырамыз. Үлкен мидың сыртқы бөлігі ми қыртысы немесе мидың сұр заты деп аталады. Ал мидың сұр затының астында мидың ақ заты орналасқан. Келесі бұл ми бағанасы. Жаңа айтып өткеніміздей, ми бағанасының құрамына ортаңғы ми, сопақша ми және көпір кіреді. Ортаңғы ми өзінің атына сай мидың ортаңғы бөлігінде орналасқан және оның негізгі атқаратын қызметі қарашық рефлексін және көз алмасын қозғалту қызметін атқарады. Сопақша мида өмірге маңызды тыныс алудың орталығы орналасқан. Ал көпір ми қыртысындағы импульстерді мишыққа және мишықтан кері ми қыртысына жеткізу қызметін атқарады. Келесі бұл аралық ми. Аралық мидың құрамына жаңа айтып өткеніміздей таламус және гипоталамус жатады. Таламус бұл көптеген ядролар орналасқан орталық болып табылады. Соның ішінде иіс сезуден басқа сезімтал талшықтардың ауысу орны болып табылады. Эмоцияларды реттеу және ұйқыны қалыптастыру деген сияқты маңызды функцияларға жауап береді. Ал гипоталамус бұл гормондық жүйенің негізгі орталығы болып табылады. Белгілі бір вегетативті функцияларды жүзеге асыруда. Оның ішінде ашығу, тойыну, шөлдеу және терморегуляция деген сияқты функцияларды реттеп отырады. Ең соңғысы мишық. Мишық бәрімізге белгілі әрекеттерді үйлестіру және тепе-теңдікті сақтау қызметін атқарады. Видео ұнаған болса, достарыңа жіберуді ұмытпа.